Сәлем баршаңызға. Бүгін Наурыз мерекесіне орай осы ұлттық тағамдардың бірі бүйректі немесе бүкпені дайындайтын боламыз. Кеңінен солтүстік және шығыс өңірлерінде дайындалады. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы жаңа рецепттерді алғашқылардың қатарынан білесіз. Бізге керек болады ұн, сұйық май, су, сүт және татымына қарай тұз, ас содасы. Ұнның ортасынан тереңше жасап, сол тереңшеге суды, сүтті, сұйық майымызды, содамыз бен тұзымызды қосып, қасықтың немесе венчиктің көмегімен араластырамыз. Сосын қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымызды толығымен сіңіріп алған соң, әбден үстелдің үстіне қойып илейміз. Қамырымыздың бетін жауып немесе полиэтилен пакетіне салып 30 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Қызып тұрған майда ет тарқыштан өткізілген бауыр мен пиязымызды салып жақсылап қуырамыз. Ет тартқыш болмаса блендердің көмегімен де майдалауымызға болады. Менде бұл жерде бауырда, пиязда блендердің көмегімен майдаланған. Орташа отта әбден араластыра отырып пісіріп аламыз. Үстіне татымына қарай тұзын салып, жақсылап араластырып пісіреміз. Тоңазытқыштағы дайын қамырымызды алып, теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін жгут сияқты ұзынша етіп формаға келтіріп аламыз. Сосын кішкене жіңішке етіп бөліктерін бөлеміз. Бұл дөңгешелер біздің алдағы бүкпенің формасы. Дөңгешелерді қатты жұқа етпей жайып аламыз. Ортасына салмасын салып, жандарын осылай өрген секілді бекітіп шығамыз. Қызып тұрған майда екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Қатты күтудің қажеті жоқ, өйткені ішіндегі салмасы піскен, сондықтан тек қана қызарғанша ғана қуырамыз. Дайын қызарған бүкпелерімізді сүзіп аламыз. Дәмі ерекше болып шығады және де мерекелік дастарханның сәнін келтіреді. Өте тойымды. Сіздермен болған Құндызай, астарыңыз дәмді болсын.